Үй жағдайында жамбас буын дисплазиясын балада анықтауға болады. Дисплазияны дұрыс емдемесе, ол мүгедектікке де алып келеді. Менің тәжірибемде көптеген оқиғалар болды. Соның бірі Қызылорда қаласының кішкентай ғана пациентім, жасы 4 жаста. Кішкентай кезінде дисплазия болған, сол жақ аяғының жамбасының шығуы болған. Бірақ өкінішке орай ата-анасы мән бермеген, білмеген ауылдық жағдайда бала 1 жасқа келіп жүре бастағанда қаз сияқты бұлай маймаңдап жүретін болған. Бұны да қалыпты жағдай деп көршілері айтқан, подружкалары айтқан, сонымен анасы мән бермей жүрген. Сөйтіп 3 жасқа келген кезде бір аяқтан қысқа болған. Сол аяқ қысқа болғандықтан дәрігерге анасы алып келеді. Алып келсек, жамбас орнынан шығып кеткен. Соответственно, осы возрастта біз массаж, физиолечение уже көмектеспейді. Операция жасау арқылы буынды орнына қойып, сүйектің басын сындырып, темір салып, бала біраз ем-домнан өтті. Нәтижесінде қазір жақсы болды, бала қазір жүріп жүр, бірақ 1 сантиметрлік қысқалық әлі де байқалады. Яғни әр нәрсе өзінің уақытында анықталса, емі де ерте және әсерлі болады. Бұл жерде айтпағым, баланы сол ата-ана уақытында профосмотрға, яғни чекапқа, дәрігерге апарып бір көрсеткенде, возможно, бұндай бір соң болмайтын еді. Енді түсінемін, ауылдық жағдайда, аудандық жағдайда, кейбір даже қалаларда балалар ортопеды маманы өте тапшы. Сондықтан кейбір кезде басқа да педиатр, хирург, қазір массажистерде кіріп соны қарап жатыр. Дисплазия бар жоқтығын анықтайды, бірақ өкінішке орай олардың да сол саламен айналыспағандықтан жіберіп жатқандары, яғни диагнозды байқамай, баланы проблеманы білмей жіберіп қойып жатқандары жетерлік. Сондықтан айтарым, баланы 1 жасқа толғанша 5 рет ортопедке көрсету керек. Ол 1 айында, 3 айында, 6 айында, 9 айында және 1 жасқа толғанда ортопедке көрсетесіз. Неге? Себебі дисплазия, яғни бұл дамудың бұзылысы кез келген сәтте болуы мүмкін. Кез келген айында болуы мүмкін. Мен Байназаров Олжас Қорғанбекұлы, 14 жылдық тәжірибесі бар травматолог, ортопед, комбустиолог маманымын. Астана қаласындағы 2-ші қалалық балалар ауруханасында дәрігер болып жұмыс істеймін. Шетелде, яғни Израильде, Турцияда, Южный Кореяда тәжірибемді арттырып, сол жақта оқып келдім. Осы күнге дейін 2000-ға жуық операция жасап, және 60 мыңға жуық баланы емдедім. Жалпы дисплазия деген 2 сөзден тұратын, латын тілінен аударғанда, дис деген сөз бұзылыс, плаза деген сөз даму деген сөз, яғни дамудың бұзылысы. Ол дисплазия бүкіл органдарда да болуы мүмкін. Мысалға, көздің дисплазиясы болуы мүмкін, құлақтың дисплазиясы болуы мүмкін, немесе мидың дисплазиясы болуы мүмкін. Енді ортопед маманы ретінде бізде ең көп кездесетін балалардағы патологиялардың ең көп, осы 1 жасқа дейінгі патологиялардың ең ішінде көп жиі кездесетіні ол жамбас буын дисплазиясы. Орысша дисплазия тазобедренных суставов дейді. Яғни бұл жамбастың құрылысы өзі жамбас сүйегінен тұрады, және 2 сан келіп жамбастың ішіне кіріп тұрады. Осы буынның ішіндегі болатын бұзылыс, дамудың барысында болатын бұзылыс, ол ұршықтың дұрыс өспеуі, бұл сүйектің сыртта, яғни ішінде емес, сыртта қалып қоюы, осымен көрінетін бір патология. Егер дер кезінде уақытында анықталып, ертерек анықталып, ертерек емделсе, даже операциясыз тек массажбен, электрофорезбен, парафинмен, ЛФК-мен емделетін бір ауру болып табылады. Қыз балаларда жиі кездеседі, неліктен екені анықталмаған, бірақ қыз балаларда өте жиі кездеседі. Жамбаспен шыққан балалар, қазір енді бұл роддомда көп практиковать етілмейді. Бұрын осы 2010 жылға дейін, 2000 жылдарға дейін бұл нәрсе жамбаспен келсе, аяқпен шықты деп туғыза беретін еді. Қазір роддомда аяқпен келіп жатса, көбінесе кесар тілігін, яғни кесарево сечение жасау арқылы туғызып жатады. Неге? Өйткені дисплазиясы болмасын, ары қарай жамбасы орнынан шығып кетпесін деген мақсатпен.
Сондықтан аяқпен туып жатырмын деген қазір өте сирек. Яғни аяқпен бала келетін болса, біз оны бақылауда ұстаймыз. Жалпы белгілеріне келетін болсақ, үй жағдайында қалай анықтаймын? Мысалға, кішкентай бөпем бар, қалай анықтаймын десеңіз, ең бірінші алдымен баланы жатқызасыз, бетін өзіңізге қаратып, яғни арқаға жатқызасыз, екі аяқтың ұзындығын бір қарайсыз. Екі аяқ бірдей ма? Жақсы. Екінші, сызықтар жамбас аймағында, шап аймағында складкілер болады. Сол складкілерге қарайсыз. Олар зеркально бір-біріне, мысалға, былай, сізге былай көрсетейін, былай зеркально бір-біріне тұрса, онда проблема жоқ. Және де аяқтың сықырлауы, яғни щелчок дейміз. Аяқты былай ашып, оңға қарай немесе солға қарай ашып көресіз, болмаса екеуін бірге ашып отырасыз. Сол ашу барысында оң жақта немесе сол жақта сықырлау белгісі болатын болса, онда бұл дисплазияның бір белгісі болуы мүмкін. Жалпы белгілер бізде абсолютті және относительный, яғни 100% және жанамалы, яғни 100% емес болып бөлінеді. Бұл асимметрия складок, мысалға, бұл 100% белгі емес. Бұл май қабатының солай қалыптасқанында болуы мүмкін. Сондықтан көбінесе бізде массажист мамандар ата-аналарды қорқытып жатады. Мынау аяғында складкасы дұрыс емес. Осы складкасын даже дұрыстаймын деп жүрген ата-аналар бар. Ол складканы дұрыстап қажеті жоқ. Ол складка деген сөз терінің астындағы май қабаттың солай қалыптасуы. Кейін жүре бастаған кезде ол складкалардың бәрі жоқ болып кетеді. Тағы бір белгісі, ол аяқты сыртқа қарай ашқан кезде, поза лягушка дейді, құрбақаның аяғы сияқты етіп ашқан кезде, кейбір кезде ограничение болады, немесе наоборот бос болады, до конца ашылып кетеді. Сондықтан ол да бір жанама белгі, оны да гипотонус, гипертонуспен салыстыруға болады. Осы белгілер пайда болатын болса, онда ортопед маманға міндетті түрде көрсету керек болады. Енді сыртқы белгілерін, яғни үй жағдайында бізбен көзбен көре алатын белгілерін атап өттік. Енді келетін болсақ, инструменталды, яғни УЗИ зерттеу арқылы жамбас буынын 3-4 айға дейін, кейбір кезде 5 айға дейін баланың телосложениесіне байланысты информативны болады, яғни 5 айға дейін УЗИ түсірсеңіз болады. УЗИде граф бойынша углдардың өзгешеліктігі бар ма, жоқ па, соны бір анықтаймыз. Одан кейін 5-6 айдан кейін желательно рентген тазобедренных суставов, яғни рентген түсіріп, сол рентгенде ұршықтың шығып жатқандығы, шықпай жатқандығы, дұрыс шығып жатыр, немесе әлсіз шығып жатыр, орнында тұрма, тұрған жоқ па, буынның ветложный впадинасы келіп жатыр ма, түсіп жатыр ма, түспей жатыр ма, оның барлығын бір рентген көрсете алады. Сондықтан 6 айдан кейін мен пациенттеріме ұсынатыным рентген тазобедренный сустав, ол уже 100% сізге ақпарат бере алады. Еміне келетін болсақ, кішкентай балаларда, яғни 4, 5, 6, 7 айына дейін біз консервативті емдеуге тырысамыз, яғни операция жасамауға тырысамыз. Бірақ кейбір жағдайларда болады, вывих болып, яғни екі жақтық жамбас буыны шығып туылған балаларда біз міндетті түрде наркоз беріп, баланы ұйықтатып, орнына жамбасты қойып, және гипс істеу арқылы емдейміз. Бірақ ең жеңіл түрінде, дисплазияның жеңіл түрінде біз қарапайым массаж әдісі, электрофорез әдісі, парафин әдісі, ЛФК әдісімен осылай емдейтін боламыз. Соответственно, бұның жанында витаминотерапия, яғни витаминдерді ішу өте маңызды. Осы витаминдерді беріп отырамыз, сүйекке қаттылық беретін заттарды назначение жасаймыз. Енді асқынған түрінде, жаңағындай айттық қой, балалар білмей қалдыңыз, өтіп кетті, жүріп кетті уже, бірақ ақсаңдап жүр, қаз сияқты жүр, бір аяғынан қысқа. Ол жағдайда не істейміз? Ол жағдайда тек операция жасау арқылы, яғни сүйекті орнына қою арқылы, ол жерде разрез жасалынады, сүйек кесіледі, орнына қойылады, содан кейін барып темірмен бекітеміз. Яғни бір қиын, ауыр операция бар. Ол операцияның дұрыс шығып, дұрыс шықпауы да бар. Сондықтан бұл операцияға жетпес үшін тағы да айтамын, массажист емес, остеопат емес, педиатр емес, тек қана ортопед маманға апарып, алғашқы приемына барасыз. Сол жерде проблема бар ма, жоқ па, ортопед маман сізге айтады. Бар болса емдейсіз, жоқ болса шүкір деп үйге қарай қайтасыз.
Құрметті аналар, құрметті әкелер, жас аналар, баланы дүниеге әкелу сондай бір маңызды бір оқиға. Енді оны ары қарай жетілдіру, оның жанымен, рухымен, тәнімен барлық саулығын сақтау сіздің қолыңызда, сіздің жауапкершілігіңізде. Сондықтан балаңызды тексерілген мамандарға, білікті мамандарға көрсеткеніңіз абзал. Мен травматолог ортопед ретінде сүйек бұлшық балаларды да, үлкендерді де қараймын. Балаларды 1 жасқа дейін 5 рет ортопедке, одан кейін жылына 1 рет, 2 рет, яғни 6 ай сайын болмаса жылына 1 рет 18 жасқа дейін ортопедке көрсетіп отырасыз. Неге? Өйткені омыртқаның қисаюы болсын, аяқтың дұрыс баспауы, вальгус, варустар, аяқтың қисаюлары, шпоралар, бұлшықеттің тонусының төмендеуі, ауру сезімдер барлығын біз емдейтін боламыз. Сондықтан жазылғыңыз келсе, төменде көрсетілген номерге жазылсаңыз болады, сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіз болады. Және де біздің клиникада білікті, өте білікті мамандар, невропатолог, педиатр, хирург, балалар гинекологы, узист мамандар, эндокринолог, уролог мамандары барлығы бар. Және де арнайы біз осы бүлдіршіндеріміз үшін, балапандарымыз үшін 1 жасқа дейінгі балаларға арнайылап чекап пакеттерін дайындап қойдық. Ол жерде 2 УЗИ және мамандардың, яғни 4-5 пакеттеріне байланысты 4-5 маманның консультациясы кіреді, осмотры кіреді. Сондықтан балаларыңызды тәжірибелі мамандарға көрсетем десеңіздер, осы нөмірге төменде көрсетілген ссылкаға жазсаңыздар, өтсеңіздер болады.